Міне осы диванды дезинфекция жасап жатырмыз. Мына бет жағында жоқ. Былай кердік. Енді міне тапқан жеріміз. Әдебетті. Міне қандағы. Міне бетінде жоқ. Оны біз өзіміз әрең іздеп таптық. Енді осы жерге шашамыз. Әкет, шашақ, мынаны көрек, әсері қандай болатын. Мына дайындаған, блокадаған деп болып. Сезді ма? Қашағында қашуға шамасы келмеді. Жаңағы сол береді. Аяқ сразу қойған. Аяқтар аспанға, сразу аяқтар аспанға қойған ба? Көріппіз ғой. Қалады. Дәрі әсер етіп жатыр. Табышыш. Қашып атқан еді осылай. Қашуға шамасы келмей қалды. Неше уақыт әсер етеді екен. Мына әсер етіп жатыр. Құладығаны ғой бұл енді. Екіншісі қайда міне. Екіншісі. Әрқайсысында әртүрлі әсер етеді. Мынау міне бітті, оның шаруасы өлді. Енді бұны өлтірдік, болды, табиғи емес. Енді осы жерді толық шарлап шығамыз. Көрдік мына жерде жүретін. Осыны соңына дейін күйіп шығамыз. Осылай ерінбей дәрлеп шығу керек. Бұл үлкенін көріп тұрмыз, бірақ майдаларын көрмейміз. Майдалары көрінбейді. Өйткені олар адамның кожасы сияқты мынандай. Менікі жазғы бұл отыр, сары болады. Адам кожасына ұқсайды. Осылай катетіп тастайсыздар. Осы 3 литрі бір диванға спокойно жетеді. Жақсы жалғады. Диванды толық дәрлеп шығамыз. Диванның бір-біріне қосылған жерін дәрлейміз. Міндетті түрде. Қай жер дәрілебей қалды, сол жерде қандай қалып қояды. Сол үшін пәтер толық дәріленеді. Негізі дәрілеуді дезинфекция маманы жасайды. Егер тұратын жеріңіз қалада болсаңыз, немесе районда болсаңыз, дезинфекция маманы баратын жер болса тіпті жақсы. Мұншалықты әуре сарсаңға түспейсіз, дезинфекция шақырып, дезинфекция жасатасыз да құтыға қоясыз. Кейде көбейіп кеткен жағдайда бір рет жасау аздық етеді. Сосын дезинфекция маманы таңдағанда да дұрыс таңдау керек. Мамандар әртүрлі, білмейтін адамдар болады. Сосын қандай дезинфекция жасатасыз? Алдын ала консультация алсаңыз, дезинфекцияны таңдау да сізге қиын болмайды. Дұрыс таңдай алатын боласыз. Сосын хабарласып консультация алсаңыздар, тіпті жақсы.
Абаласыңыздар. Мына диванды қайтын дәрлеп болдық. Мына диванда беті дәрленді. Негізі көбінесе қандала мына жерде отырады. Бұл пәтерде ондай болмады. Енді бетін дәрледік. Іші дәрленді, е? Іші дәрленді, мына жерлер дәрленді. Енді бұны төңкереміз астына қарай. Бұлайына лақтырайық. Ары қарай көтереміз. Ары қарай көтереміз. Бар ма? Спину қансағамыз бір жаға. Осыны көр, осының мынандай тігістерінде де отырады. Әр квартирада әртүрлі, дивандар әртүрлі. Әйтеуір осындай, қай диван болса да осындай тігісін қараймыз. Осы диванның тігістерінде бір диванда да бір, осы біздің YouTube каналда бір не бар, диван бар, ақ диван. Осындай жерлер толып тұрды. Артында тігісі бар екен, тігісін көрейік. Осылай зерттейміз, диванды іздейміз осылай. Дивандың қандаланың отырған жерін тауып болмасаңыз, дезинфекцияңыз бекер. Дәрілеуіңіз, дәрі алғаныңыз, қандай дәрі алсаңыз да сол бекер кетеді. Ол бекер кетпес үшін, міне бірінші қандаланы тауып алсақ дегені. Жаңағыдай қандала көрсеңіз, онша өлтіріп тастасаңыз болады. Қалай төңкерейік? Дәрілеміз отыр. Қағасыне шаштық. Тағы бір шаштық. Енді бұнан төңкеріп, мына табанын қараймыз. Диванды төңкерді, табанын қарап жатырмыз. Табандарында көрінбейді. Бұл кісінің айтуынша өте көп, қатты шағады. Бірақ мұны 2-3 түгі және майдалары бар. Осылай дәрілері жатыр. Қосылған жерлеріне шашамыз. Араласына жоқ екен. Осындай жерлерді көресіздер. Осы жерлерде тұрады көбіне. Мынау екеуі ажырайды ғой айтпақшы. Мынау. Бөлінен екен. Мынау да негіз ажырау керек. Осы диван қалай құрастырылды басында. Дәл солай ажыратамыз. Сөйтіп шашамыз. Мына жерге қандала кіре алады. Осы жерде бір штука қалып қалса болды, жетеді, ол өмір сүріп кете береді. Сол үшін оны зерттеп, ішін қарап, сыртын қарап, ішінде шуруп бар ма еді? Міне осылай дәрілейсіздер. Міне бағана дайындаған дәріміз. Мынау 3 литрлік, мынау 5 литрлік ыдыспен дәрілеп жатырмыз.